Сәлем достар, бүгін біз мясо по-французски жасаймыз. Бізге қажетті заттар ол фарш, картоп, самсақ, чеснок, майонез және ірімшік. Бірінші фаршымызды дайындап аламыз. Оған кез келген осындай приправаны 1 чайны ложка саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Менде осындай форма, осы формаға етіміздің барлығын салып, дұрыстап тегістеп шығамыз. Екінші слой бізде сарымсақ. Сарымсақтың ортасынан бір бөліп, барлығын жұқа қылып турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін арасын ажыратып, етке екінші слой қылып, бетін жауып шығамыз. Үшінші бізде картоп. Картопты үккіштен өткіземіз, немесе жұқа қылып турасаңыз да болады. Барлығын үккіштен өткізіп болғаннан кейін 1 столовый ложка майонез, біраз тұз салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін шетке қарта қойып қойыңыздар, біраз суы шықсын. Келесі ірімшікті үккіштен өткіземіз. Ендігі чеснок кадавкадан барлығын езіп аламыз. Одан кейін 300-400 грамдай майонез салып, жақсылап араластырамыз. Енді сарымсақтың бетіне жаңағы картопымызды сығып, суын барлығын сығып, жақсылап бетін жауып тегістейміз. Енді картоптың бетіне жаңағы ірімшігіміздің барлығын салып, тағы да тегістеп шығамыз. Енді ірімшіктің үстіне осы майонезімізді салып шығамыз осылай қалақпен. Лопаточканың көмегімен барлық жеріне жағып шығамыз. Ашық жерінің барлығына жағу керек. Духовкаңызды алдын ала қыздырып қойыңыз. 180 градуста 1 сағаттай пысады. Міндетті түрде бетін фольгамен жауып қойыңыздар. 40 минуттай осы фольгамен пысырасыздар. 20 минуттай фольганы алып тастап, бетін әдемі қылып қызарғанға дейін пысырасыздар. Мясо по-французски бізде дайын, өте дәмді болып шықты, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер.